Баршаңызға сәлем, мен бүгін сіздермен осындай өте дәмді, ең жақсы пешсіз дайындалатын торттың рецептісін айтып өтемін. Енді еліктен ұнды өткізіп аламыз. Содан соң май бізде мұздатқыштан шыққан май болу керек. Майды теркадан өткіземіз. Егер де сіздердің майларыңыз жұмсақ болса, онда бізде торт шықпай қалады. Қолдарыңызбен орысша айтқанда крошки жасайсыздар. Крошкидің үстіне біз қант қосамыз. Және видеода көріп тұрғандарыңыздай жасайсыздар. Одан соң табаға ешқандай да май құймайсыздар. Жаңағы біздің қоржымызды салып, қасында қасықпен аударып отырамыз. Араластырып отырып, ол бізде кішкене жақсы бір түске ену керек. Қоңырлау, мұндай бір түске ену керек. Содан соң ол астын өшіріп, ол кішкене суы тұрады. Оған үшін сіздер крем жасайсыздар. Оған 20% қаймақ керек, және де сахарная пудра керек. Осының барлығын миксермен араластыратын боламыз. Содан соң бізге форма қажет болады. Сол форманың үстіне біз жаңағы ұнтақтарымызды жайып шығамыз. Содан соң сіздер жаңағы кремді арнайы пакетке салып аласыздар. Егер де сіздерде ондай арнайы пакет жоқ болса, онда кәдімгі пакетке салып ұшын кесуге болады. Осылай ұнтақтан соң кремнен соң ұнтақ, осылай жасай бересіздер. Сіздер бұның үстін әсемдеуге болады. Мен бұның үстін осылай бір жаңғақтармен және де осылай посыпкалармен септім. Енді сіздер оны мысалы сіздермен әсемдесеңіздер болады, ол өздеріңіз фантазияларға байланысты. Содан соң сіздер оны пакетпен жабасыздар. Егер де пакет болмаса, пищевой пленкамен жапса болады. Осылай таңертеңге дейін қойып қойсаңыздар, таңертең жаймен ішуге болады. Одан бетер кремің сіңіп, өте дәмді тортқа айналады. Осы тортты міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, ауызда ериді. Үй жағдайында өте оңай рецептпен дайындалады. Астарыңыз дәмді болсын, жасап көріңіздер.